على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به طف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها طف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها اعقل بأسباب الحياة موكلا أمر النتائج للذي يرعاها وارضى به حكما وطب نفسا بذا فهو المدبر والأمور قضاها طف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها طف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها طف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف أهل البحر Теңізшілер өз несібелері үшін балық аулауға шыққанда, олар тек Аллахқа ғана тәуекел етеді. Балықшылар теңізге шығып, ауларын, қармақтарын салады. Сондай болса да, Аллах тағала олардың ризықтарын өлшелеп қойған. Біріне балық түсіп, несібесін иемденіп жатса, қасындағы серігі бұдан құр қалып жатады. Не үшін бұлай? Өйткені Аллах тағала әрбір адамның ризық несібесін аспандар мен жерлерді жаратар алдын жазып қойған. Ананың құрсағында бір тамшы су болған кезде пенденің ризығы бекітіледі. Анасының қарнында жаратылыс сатыларының бір кезеңінде оған 4 бұйрықпен періште жіберіледі. Оның ризығын, ажалын, бұл дүниеде қылатын амалын және бақытты, әлде бақытсыз болатынын жазады. Аллах қалаған пенденің несібесін кеңітіп тарылтады. Егер Аллах белгілі бір балықшыға бір балықтың ілінуін жазған болса, сол балық балықшының ауына түсу үшін бәлендей ұзақтықта болса да, сол аралықты, сол қашықтықты басы озып жазған торға келіп түседі. Өйткені ол Аллахтың жазған ризығы. وفي السماء رزقكم وما توعدون Бірде Дәуд пайғамбарға бір әйел келіп, «Ей Аллахтың пайғамбары, сенің Раббың залым ба, әділ ме?» депті. Дәуд пайғамбар оған, «Аллахтан қорқ, ей әйел, Аллах тағала ол әділетті» дейді. Әйел болса, «Менің 3 балам бар, және мен жесір әйелмін. Балаларымды өзім асырап, өзім бағамын. Сатып пайда көріп, балаларымды асырау үшін жіп жасап, қызыл матаның үстіне қойдым да базарға бардым. Кенеттен бір құс ұшып келді де матаны көтеріп әкетті. Енді балаларымды қалай асыраймын деп түнімен жылап шықтым деп әлгі әйел сол жерде жылай бастайды. Ризығымнан айырылдым деп назаланады. Кенеттен 10 саудагер кіріп келеді. Әрбірінің қолында 100 динардан барлығы 1000 динар бар. Ақшаларын Дәуд пайғамбардың алдына қойып, былай дейді: «Бұл садақа, қалағаныңа таратып бер» дейді. Бұлай істеуге не түрткі болды деп сұрайды. Олар айтады: «Теңіздің ортасында кеменің үстінде едік. Кенет кеме тесіліп бата бастадық. Жел құтыра соғып, толқын көтерілді. Болды, енді құримыз деп ойладық. Яғни біз осы 10 саудагерміз. Кеме тесілді, жел ызғарына мінді, баттық» дедік. Бір кезде аспаннан бір құс ұшып келді де бізге қызыл шүберек тастады. Ашып қарасақ, ішінде жіп бар екен. Шүберек және жіппен кеменің тесігін бітедік. Сол кезде барып, кемеге су кіруі тоқтады. Сөйтіп біз құтылдық. Біздің әрбіріміз, егер бізді Аллах құтқарса, 100 динардан садақа етеміз деп нәзір атадық. Сол кезде Дәуд пайғамбар жымиды да 1000 динарды алып әйелдің қолына ұстатады. Және оған былай дейді:
Сенімен құрлықта да, теңізде де осылай саудаласқан Раббыңды залым дейсің бе дейді. Кім бізді ризықтандырады? Әлбетте ол Аллах. Аллах тағала өзі жайында былай дейді. Бірде Сүлеймен алейхиссалам теңіздің жағасында еді. Оған тіпті құмырсқалардың тіліне дейін үйретілген болатын. Жағада кетіп бара жатқан бір құмырсқаны көреді. Аузында бір дәм бар екен. Бұл құмырсқа не істейді екен деп Сүлеймен пайғамбар бақылап тұрады. Кенет бір бақа шығып, аузын ашады. Құмырсқа болса оның ішіне кіріп кетеді. Ал бақа судың ішіне сүңгіп кетеді. Сүлеймен алейхиссалам бұл көрініске қатты таңданады. Біраздан кейін әлгі бақа шығып, аузын ашады да, ішінен бағанағы құмырсқа шығып, жөніне кете береді. Аллах тағала Сүлейменге құмырсқалардың тілін үйреткен болатын. Құмырсқадан неғып жүрсің деп сұрайды. Аллах тағала мені апарды дейді. Қайда дейді? Теңіздің түбіндегі, жартастың ішіндегі соқыр құрттың ризығын Аллах тағала мен арқылы жеткізді. Дәнді алып, бақаның ішіне кіремін де, теңіздің түбіне түсемін. Құрттың тамағын беріп болып, кейін қайтып шығамын дейді. Кім оны үйреткен? Бұл құрт соқыр болатын. Сонымен қатар теңіздің түбіндегі тастың ішінде болатын. Ол қорегін қайдан алады? Аллах тағала оған жеткізеді. Ризық беретін ол Аллах. Бір кісі айтады, менің үйімде бір мысық бар еді. Тағамының мөлшерін білемін, күн сайын сол мөлшерде тамақ беремін. Ол айтады, бірнеше күндер болды, тағамының жартысын алып, тасып жатқанын көрдім. Ауырып қалды ма, әлде бір нәрсесі өзгерді ме екен деп ойладым. Сөйтіп, артынан бақыладым. Сөйтсе, мысық тағамының жартысын алып, үйінен шығып, қараусыз қалған бір жерге барады екен. Ал ол жерде көзі көрмейтін соқыр бір мысық бар екен. Көр, соқыр өзінің ризығын қайдан келіп жатқанын білмейтін бір мысыққа Аллах тағала ризығын жеткізіп тұратын басқа бір мысықты белгілеп қойды. Теңіздің жағасында болған мына әңгімеге құлақ сал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари мен Муслим риуаят еткен хадисте айтады, Бану Исраил қауымында болған бір кісі ақшаға мұқтаж болыпты. Басқа бір кісіге келіп, одан 1000 динар қарыз қалады. Ол кім бізге куәгер болады деп сұрайды. Қарыз алушы болса, екеуміздің арамызға Аллах тағала куә дейді. Ендеше Аллах куә ретінде жеткілікті дейді. Кім кепілдік береді дейді. Аллах тағала менің кепілшім дейді. Ол болса, ендеше Аллах тағала кепілші ретінде жеткілікті дейді. Сөйтіп күндер өте, қарызды өтейтін мерзім де жетіп келеді. Өзі өзеннің бір жағында, досы болса, өзеннің екінші жағасында болады. 1000 динарды алып, қайықты күтеді. Бірақ қайық табылмайды. Сөйтіп күн батуға айналады. Кенет оның алдына бір ағаш ығып келеді. Оның ішін тесіп, 1000 динарды салады да, бұл мал пәленшенікі деп хат жазады. Кейін ағашты алып, я Аллахым, өзің білесің, пәленше маған қарыз берген кезде, Аллахым, екеуміздің арамыздағы куә өзіңсің, арамыздағы кепілші бір өзіңсің деген едім. Я Аллахым, бұл ағаш пен ақшаны өзіңе тапсырдым деп суға лақтырып жібереді. Ал қарыз берген досы болса, өзеннің екінші жағасында күтіп тұрады. Ақша да, досы да келмегеннен қатты күйінеді. Ақшаның иесі қайда? Келмеді. Сөйтіп, күн батар кезде отынға жағадан ағаш жинайды. Үйіне барып, ағашты аралап көрсе, ішінен 1000 динар шығады. Және жанында хатты көреді.
Bir күн өткеннен кейін әлгі қарыз алған досы 1000 динарды өз қолымен әкеліп береді. Сонда ол қажеті жоқ, Аллах тағала маған жеткізді депті. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Шараларды қолдан, қолыңнан келгеннің бәрін жаса, бірақ жүрегіңді Аллах тағалаға байла. Өлмейтін, мәңгі тірі Аллахқа тәуекел ет. Балықшылар ертемен кімге тәуекел етіп шығады? Аллах тағалаға. Саудагер тауарларын кімге тәуекел ете отырып шығарады? Әрине, Аллах тағалаға. Таңертең азан мен дүкенін ашып жатқан пенде кімге тәуекел етеді? Құдіретті, мейірімді Аллахқа. Таңертең әлде кешқұрым ризық қамымен жүргендер кімге сеніп, кімге сүйенеді? وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Міндетті түрде бүкіл амал тәсілдерді жаса. Сонымен бірге жүректер, себептер иесі болған Аллах тағалаға сүйенуі тиіс. Үйде отырып алып, ризық саған өзі келе деп ойлама, сондай-ақ шарасыз да, тәуекелсіз де болма. Әне Мұса пайғамбардың анасы. Мұсаны босанғаннан кейін, оған қорыққан кезде Аллах тағала кішкене омыраудағы сәбиі Мұсаны сандықтың ішіне салып, өзенге таста деп бұйырады. Кімге тәуекел етіп? Әрине Аллах тағалаға. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Кім өзінің баласын, перзентін осылайша өзенге тастай алады? Бұны тек Аллахқа тәуекел етуші ғана істей алады. Тәуекел етуші пенде адамдардан қорықпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Аббасты үйретіп былай дейді: Ей бала, Аллахты жадыңда сақта, сонда сені де сақтайды. Аллахты есіңде сақта, сонда алдыңнан табарсың. Егер медет тілесең, Аллахтан тіле. Бірдей тауарды сататын екі кісі бар. Бұл бұның жанында сатады. Аллах тағала бұның ризығын арттырды, ал бұған еш нәрсе нәсіп етпеді. Аллах тағала ризықты жазып қойған тағдыр арқылы нәсіп етеді. Аллах тағаланың қалаған пендесі үшін ризығын кеңейтіп, қалағанына тарылтатынын көрмейсің бе? Міне бұл Аллахтың жазған тағдыры. Аллахқа тәуекел ет, сені ризықтандырады. Аллахтан кешірім сұра, өйткені кешірім Аллах тағаланың пендесіне ризығын артуына себеп болады. Ертемен жұмысыңа шыққан кезде көбірек кешірім, истиғфар тіле, өйткені истиғфар ризық есіктерінің бірі. ويمددكم بأموال Мал байлық қалай келеді? Истиғфар сұрау арқылы. Теңіздің ортасында болсаң да, Аллахқа тәуекел ет. Бірде бір қайыққа мінген 3 кісі теңізге шығыпты. Кенеттен жел тұрып, толқын көтеріліп, олардың қайықтары тесіледі. Олардың бірі айтады: біз бір ағашқа жармасып алып, Аллахтың мейірімін еске алдық.
Кім оларды теңіздің ортасында құтқарады? Әлбетте ол Аллах. Мұқтаждық уақытында пенденің дұғасына кім жауап береді? Олар қайықта, теңіздің ортасында, қараңғы түнде кімге жалбарынды? Әрине Аллахқа. Сонда Аллах оларды құтқарды. Муса пайғамбар теңіздің алдына келіп тоқтайды. Ал Фирғауын мен оның әскері болса, оның артынан жетіп қалған болатын. Сол кезде иман келтіргендер және әлсіз дәрменсіздер келіп, Мусаға, Раббың саған осы жерге баруды бұйырды ма? Теңіздің алдына ма? Ей Муса дейді. Я, теңіздің алдына дейді. Енді біз құрыдық. Фирғауын мен оның әскері жетіп қалды. Ал алдымызда теңіз, дұшпанымыз болса артымызда дейді. Бірақ мына бір тәуекелге қараңыздар. Муса алейхиссалам оларға не деді? Егер сен теңіздің әлде шөлдің ортасында, әлде жаудың алдында, немесе жыртқыш хайуанның алдында қалып қойсаң, өлмейтін мәңгі тірі Аллахқа тәуекел ет. Оны мақтап, дәріпте. Аллах тағала менімен бірге, ауымды әлде қармағымды тастаған кезде, саудама шыққан кезде, жерімді жыртқанда, аңшылыққа шыққанда, ризығымды іздеген кезімде, Аллах тағаланың маған ризықты жазып қойғанын білемін. Себептерді қолға аламын, өйткені Аллах тағала маған себептерді жасауды бұйырды. Сонымен бірге ризық тағдырда жазулы. Барлық затты Аллах өлшеп, жазып қойған. Қаламдар көтерілді, парақтар құрғады. Бір бәдәуи бұл аятты естіген кезінде көзіне жас алыпты. Адамдар одан сені не жылатты деп сұрайды. Ол, бәріміз білеміз, біздің ризығымыз аспанда жазылған. Аллахтың бізге уәде еткені де аспанда жазылып қойылған. Ендеше осы үшін қасам ететіндей Аллах тағаланы не қаһарландырды депті. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Егер Аллах пенделерінің ризықтарын арттырып, адамдардың барлығы байып кеткендерінде саған теңізде балық аулап беретін ешкімді таба алмас едің. Егер адамдардың барлығы байып кеткенде саған аң қозы аулап беретін ешкімді таба алмас едің. Ешкімге қызмет қылмас еді. Егер пенделердің ризығын арттырғанында олар жер бетінде шектен шығып жәбірлі көрсетер еді. Кім туысқандық қатынасын үзбестен ата-анасына жақсылық қылса, Аллах тағала оның ризығын арттырады. Тақуа иелерінің ризығын Аллах тағала береді. Ризық несібезде шараларды қолдан, таңертеңмен ерте тұрып, жұмыс жаса, әрекет ет. Бірақ сонымен бірге Аллахтан сұрап, оған тәуекел ет. Өлмейтін тірі Аллахқа тәуекел ет. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ислам дінінің негіздерінің бірі Аллахқа тәуекел ету жайында болды. Бағдарламамыздың кейінгі сандарында жолыққанша, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.